Сәлеметсіздер ме? Мен нөмір 19 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Тілеген Азиза. Менің отаныма менің бастамам республикалық байқауының Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша жоба қатысушысымын. Менің тақырыбым жетістіктің бастауы мектеп спорт залы. Жобамның негізгі мақсаты 20 жылдық тәжірибесі бар дене шынықтыру пәні мұғалімінің еңбек жолын үлгі ете отырып, насихаттау және де спортқа қызығушылығын арттыру. Жобамның негізгі міндеттері осы біздің мектебіміздегі тәжірибелі мол спорттан беретін ағайымыздың еңбек жолы, өз оқушыларын қалай дайындағанын, спортқа деген қызығушылықтарын қалай арттырғанын білетін боламыз. Жобамның өзектілігі қазіргі уақытта білім беру саласына өз ісіне адал еңбек етіп жүрген ұстаздарымыздың еңбегін бағалау. Қазір бізде интернет дамыған заман, оқушылар смартфонға, телефонға тәуелді. Осы телефонға тәуелді заманда оқушыларды спортқа, денсаулығын жақсартуға баулу. Сұхбатымызды сіздің туған жеріңізден бастайық. Сіздің кіндік қаныңыз тамған жеріңіз қай жер? Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Көшанкөл ауылы. Спорт сіздің өміріңізге қалай келді? Мамандығыңызды қалай таңдадыңыз? Бала кезімнен сол спортқа көңілім сода болды. Жалпы сол ауылда, мектепте 7-8 сыныптарда осы волейболға қызығушылығымды арттырдым. Содан қалыптасып осы 5 жыл бойы ауыл мектебінде шұғылданып, содан кейін 11 бітіріп жоғарғы оқу орнына бардым, Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне. Содан оқуды бітіріп, қайттан сол мектебіме барып, 5 жыл көлемінде жұмыс жасап, содан кейін 2009 жылы осы Орал қаласында нөмір 19 мектепке келіп жұмысқа орналастым. Содан 17 жыл жұмыс жасап кетірмін. Қазір қыздарды бітірдім, 4 буынды, қазір ұлдарға ауыстым. Таңдаған спорт салаңыз бойынша жеткен жетістігіңіз, шәкірттеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Шәкірттерім енді өзіміздің мектебімізде Ермекбаев Қолғанат, жалпы ойыншы байланыстырушы, жақсы үздікті республикалық құрама командаға кіреді. Алла қаласа сол үшін дайындалып отыр. Және Абраев Алижан, үздік шабуылшы ойыншы, ол Қазақстан Республикасы құрама командасына кіргізуге дайындап отыр. Сондай ойыншылар бар, енді жайлап біздің басып шәкірттер келатыр. Отбасыңызға тоқталып өтсеңіз. Отбасында әкем, анам бар. Өз отбасында 5 балам бар, 2 қызым, 3 балам бар. Сұхбатыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да көптеген жетістіктер тілеймін. Қазіргі таңда біз әріптестер мен шәкірттердің пікірін тыңдайтын боламыз. Нөмір 19 жалпы білім беретін мектебінде Қайрат Ерболатұлы осы 20 жылда еңбек етіп келе жатыр. Өте білікті де білімді ұстаз, дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі, және ол қосымша осы балаларды жалпы бұқаралық спорт, жалпы дене шынықтыруға, спортқа баулу бағытында волейбол үйірмесін жүргізеді. Осы Қайрат Ерболатұлының жүргізіп отырған банағы оқушылары біздің қаламыздың, облыстың жалпы волейбол ойынына мектеп лигасының жеңімпазы атанды, және облыстық жарыстың жеңімпазы атанып, өткен жылы республикалық жарысқа барып қатысып, жақсы жетістіктерге жетіп келді. Осы кісінің арқасында дене шынықтыру және спорт мамандығын аяқтап, сол салада еңбек етіп жүрмін. Қазақстанның 100 жаңа есім номинациясына әбден лайықты деп есептеймін. Қайрат Ерболатұлы менің тренерім болғаныма өте мақтанамын. Және де осы командада ойнағаныма мың алғыс деймін. Және де Қайрат Ерболатұлы осы Қазақстанның 100 жаңа есім номинациясына лайықты деп санаймын. Менің есімім Масанғали Қайсар Қайратұлы. Волейболға қатысып жүргеніме 5-6 жылдай болып қалды. 3-ші сыныптан бері волейболға қатысып жүрмін. Масанғали Қайрат Ерболатұлы. Қазіргі ол менің әкем және жаттықтырушым. Мен қазіргі таңда мектепшілік жарыстарда бірінші орын алып жүрмін. Және үздік ойыншы болып жүрмін. Менің әкем ол менің жаттықтырушым. Әкем арқасында көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Біз Қайрат Ерболатұлыны Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясына лайық деп санаймыз. Нөмір 19 жалпы орта білім беретін мектебінің командасы жасасын! Медальдің бір беті спортшы болса, екінші беті оның шәкірті. Нағыз ұстаз шәкірті озғанда ғана бақытты. Бүгінгі кейіпкеріміз де осындай жан.